Hürmetli ұжым, қымбатты әріптестер, баршамызға белгілі, былтыр 30 мамырда Абай Құнанбайұлының 175 жылдығын мемлекеттік деңгейде мерекелеу туралы президент жарлығы шыққан болатын. Осыған орай әлем және ел көлемінде 500-ге жуық шара жоспарланып өткізілді. Абай дана, Абай дара, қазақтың ұлы ақынға құрметі шексіз. Себебі Абайдың бүкіл өмірі халықты ел болуға, өзгеден кем болмауға үндеумен өтті. Абай қазақты, оның болмысын, келешегін толғады. Сондықтан осы бір ұлы тұлғаны тану мерейтойдың түпкі мәні. Бұл шарадан біздің ұжымда қалыс қалған жоқ. Жыл бойы ұстаздар мен оқушылар арасында да Абай тағылымын жас ұрпақтың санасына сіңіру, дәріптеу мақсатында қазақ тілі мен әдебиет пәні бірлестігінің бастамасымен